Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Алтын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгін сіздермен өте ерекше хит болып жатырған восточный пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Алдымен ұнымызға сармайды салып, қолымызбен үгітеміз, езіп аламыз. Видеодағыдай жақсылап езетін боламыз. Оның үстіне бір стакан қант саламыз, қопсытқыш саламыз. Бір жұмыртқамызды салып, әбден араластырып, қамыр илейміз. Енді дайын қамырымызды салапанға немесе пищевой пленкаға орап 15 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, формаға салып жаямыз. Әдемі болып шығу үшін шанышқының көмегімен айналасын итеріп, тегістеп, біркелкі етіп аламыз. Енді үстіне салмасын саламыз, яғни құрғақ жидектерімізді саламыз. Мен қызыл өрік, жаңғақ және мейіз саламын. Енді үстіне қойылтылған сүт құямын, яғни сгущенка. Тегістеп бетін тегістеп алатын боламыз. Мінекей біздің хит пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Қазір кесіп көрсетемін, достар. Сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де достарыңызға да бөлісіп қойсаңыздар болады. Көп рахмет.